Сәлем қымбаттылар, қош келдіңіздер модный тренд каналыма. Бүгін сіздермен бірге сән стилисті Мадина Амандыкова. Бүгін талқылайтын тақырыбымыздың бірі 2024 жылы қыс көктем мезгілінде киетін свитерларды қандай образда, қандай үлгіде киетін туралы талқылаймыз. Міндетті түрде менің видеомды соңына дейін көріңіздер және де маған тіркеліп, лайк басып, менімен бірге болуларыңызды ұсынамын. Жалпы 2024 жылы мен сіздерге ашық түсті свитерларды ұсынамын. Себебі 2024-те ашық түстің бәрі сәнде. Свитерларды бұрын өздеріңіз білесіздер, бұрын шоу айтатын болсақ, бұрын жай ғана салқын тимеу үшін, салқындықтан қорғану үшін свитерларды киетін болдық. Бірақ қазір бұл свитерлар сәннің бірі болып табылады. Сіз оны классикамен, спорт шикпен, немесе тіпті көйлекпен де, юбкамен де бұл свитерларды сәйкестендіріп, керемет образдардың, көріністердің бірін жасауға болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, 2024 жылы көктемде керемет көріністі жасау үшін мына розовый свитерға көз салыңыз. Бұны серый классикалық шалбармен де киюге болады. Қанық түсті бордовый цвет классикалық шалбармен, немесе неше түрлі актуальный джинсы шалбармен, пальтомен, рубашкамен бұл түрлі түсті свитерларды керемет көрініс жасап, көктемде ерекше болып жүруіңізге болады. Келесі свитердің түсі ашық қызыл. Бұл қызыл түс 2024-тің ең керемет үздік сәнді түстерінің бірі деп айтылып жатыр. Сіз де сол сәннен қалып қоймау үшін бұндай қызыл түсті свитерді гардеробыңызда алып қойыңыз. Ол өздеріңіз көріп тұрғандай барлық, тіпті кеңсеге де, жұмысқа да, кешкі серуенге де өздеріңіз көріп тұрғандай қара классикалық шалбармен, және джинсымен, пальтомен, кешкі кездесуге баратын болсаңыз, белгілі бір аксессуарларды салып ұйымдастыруға болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай свитерлар өте көп, түсі де көп, түрі де көп, өздеріңізге ыңғайлы. Ал бұл түс ең керемет түс, өте нәзік түс, джинсы шалбарлармен көктемде өте ыңғайлы, жайлылықты, сенімділікті, сезімділікті білдіретін түстің бірі. Ал бұл түсті көріңізші, бұл түс өте ашық түс. Бұл ашық түспен неше түрлі батыл образ жасауға болады. Серый түспен бұл түс өте керемет көрінеді. Көктемде сәнді болып жүргіңіз келсе, міндетті түрде оранжевый свитерді өзіңізге көріңіз. Себебі бұл трендтің бірінде болады. Келесі түске көшетін болсақ, ол жасыл түс. Жасыл түс бәрімізге ұнау керек. Себебі көктем келгенде біздің табиғатымыз жап-жасыл болып жарқырап бастайды. Сол себепті осы табиғаттың айласында жүру үшін міндетті түрде әртүрлі образ жасауға сіздерге кеңес беремін. Юбкамен болсын, шалбармен болсын, өзіңізге ыңғайлы образ жасаңыз. Бұл түсті енді мүмкін емес жақсы көру. Себебі күннің шуағын шашып тұратын сарғылт түс, ол бәрімізге ұнайтын түстің бірі деп ойлаймын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл түсті өте нәзік, ерекше етіп сәйкестендіруге болады. Сіздерге қандай түс ұнаса да, міндетті түрде батылдылықты жасап, киіп көріңіздер. Қыздар, өте ғажап түс, керемет түс, нәзік, әдемі. Қараңыздаршы, қандай әдемі, әсем свитер көрініс тауып тұр. Қандай образ жасасаңыз да, бұл түспен және осындай свитерлармен өте керемет көрініс жасауға болады. Міндетті түрде көктем 2024 жылы ерекшеленіп жүргіңіз келсе, осы түстердің бірінен ерекше свитерларды джинсылармен актуальны, юбкамен болсын, көйлекпен болсын, керемет образ жасап, көктем жаз айларында ерекшеленіп жүріңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Қош болыңыздар.